Сәлем қыздар, назарларыңызда Селиплант универсальный микроэлементті тыңайтқышымен бөліскім келіп отыр. Бұл тек қана тыңайтқыш қана емес, бұны препарат ретінде қолдансаңыздар да болады. Құрамында өте көп микроэлементтерге бай, хлороз ауруын емдейді әрі алдын алады. Бұны универсальный тыңайтқыш ретінде де препарат ретінде де қолдансаңыздар болады. Препарат ретінде қолданамыз дегеніміз гүлдердің тамыры шіріп, бактериальный ауру болады ғой, сол кездерде тамырын суға салып фитоспориннің орнына қолдансаңыздар да болады. Немесе осылай 1 литр суға 1 грамын, 2 литр суға 2 грамын суға араластырып тыңайтқыш ретінде беріп отыратын болсаңыздар, гүлдердің хлороз ауруын емдейді, әрі микроэлементтерді бойына жеткізіп, жапырақтарын жасыл әдемі етіп өсіретін болады. Мына доллар гүлін алдында мен картошкадан өсірдім деген болатынмын. Қарасаңыздар, осыған да мен құйып жатырмын. Бұны қолданар алдын, кез келген тыңайтқышты қолданар алдын, қыздар 20 минут алдын кішкене су құйып шығамыз. Себебі құрғап тұрған топыраққа, тамырға, егер де кез келген тыңайтқышты қолданатын болсаңыздар, тамырын күйдіріп жібереді қыздар. Сол себепті де осылай 20 минут алдын гүлдердің суды топырағына құйып алсаңыздар болады. Гүлдеріңіздің жапырағы жасыл хлороз ауруы